Сәлем достар, сіздермен Нұрсезім. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын сосиски в тестенің рецептін ұсынамын. Алдымен апара жасап аламыз. Ол үшін жылы сүтке ашытқыны және 1 шай қасық қантты қосып араластырамыз. Кейін оған 2 ас қасық ұнды қосып, тағы да араластырамыз. Ұн мен қантты мен общий массадан аламын және осы апарамыздың бетін жауып 20-30 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Апара дәл осылай көтерілу керек. Енді бөлек ыдыста жұмыртқаға тұзды және қалған қантты қосамыз. Сонымен қатар бөлме температурасындағы не болмаса кішкене ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Кейін оның үстіне біздің дайын апарамызды қосып тағы да араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнды 2-3 бөліктен қоса отырып араластырамыз. Алғашында венчикпен араластырып, кейін қолмен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осылай бір тегіс қамыр илеп аламыз және оның бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Сосискидің халал болғаны мен үшін маңызды, сондықтан әрдайым осындай таңбасына және сертификатталғанына қараймын. Дәл осы түрі маған дәмі жағынан өте қатты ұнайды. Көтерілген қамырды осылай алып, ұзынша етіп жайып аламыз және қалауымызша өзімізге керек бөліктерге бөлеміз. 10 бөлікке бөлсеңіздер болады, бірақ менде сосиски 8 ғана қалғандықтан 8 штукқа бөлген болатынмын. Әрқайсысын домалақтап аламыз және олардың бетін кеуіп кетпес үшін осылай пищевой пленкамен жауып қоямыз. Әр бөлікті осылай домалақ етіп жайып шығамыз. Кейін оның ортасына сосискиді қойып, дәл видеода көрсетілгендей кесе отырып, узор жасап аламыз. Бұл бізде бірінші әдісі, яғни өру әдісі деп аталады. Екінші түрі қарапайым әдіс, яғни оны ұзынша етіп қолымызбен жайып аламыз. Ешқандай ұн ештеңе қоспаймыз. Қолымызбен жайып, ұзартып алғаннан кейін оны сосискиге осылай видеода көрсетілгендей орай отырып, астыңғы жағын бекітіп жасаймыз. Маған өрілген әдісі қаттырақ ұнайды және түрі де өте әдемі болып тұрады. Кейін сосискилеріміздің бетін жауып 30 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Сол уақытта олар көтеріліп, әдемі болып тұрады. Кейін оның үстіне жұмыртқа және күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. 20 минуттан ерте де болуы мүмкін, яғни 18-15 минутта да пісіп шығады. Мектептегі сосиски в тестені есімізге түсіретін дәл осы балалық шақтың дәмін сізде жасап көріңіз. Балаларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.